Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Шокешова Гүлбану Келесқызы, Жамбыл облысы Тұраррысқұлов ауданы Болтай Батыр атындағы шағын орта мектептің тарих пәнінің мұғалімімін. Бүгін сіздер 8-ші сынып Қазақстан тарихы пәнінен Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс тақырыбындағы сабағымды көретін боласыздар. Саламатсыздар балалар. Саламатсыздар. Бүгін бізде қай сабақ? Қазақстан тарихы. Жақсы. Біз қандаймыз? Ал болай болса, бүгінгі сабақты сәтті өткізулеріңе тілектеспін. Ал біз сабақ бастамас бұрын топқа бөлейік. 1, 2, 3 әдісімен. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir сан иемденгендер бірінші топқа, 2 сан иемденгендер екінші топқа, 3 сан иемденгендер үшінші топқа жайғаса беріңдер. Ал олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Мен сабақты мынау суреттер сөйлейді әдісімен бастағым келіп тұр. Балалар, суретке қараймыз бәріміз. Бұл суреттерде не бейнеленген? Кәдімгі айтады? Мен бірінші суретте майдан даласын көріп тұрмын. Бұл суретте майдан даласында батырлардың бір-бірімен жан аямай шайқасып жатқаны көрініп тұр. Өте тамаша. Келесі, екінші суретте Олжас айта ғой. Екінші суретте қазақ батырларының жолға шыққаны көрініп тұр. Жорыққа аттанып бара жатқанын көріп тұрмыз. Үшінші суретте ауылда ойранда үйлерін өртеп, малдарын айдап алып кетіп жатқанын көріп тұрмыз. Иә, балалар. Сонда бұл суреттегі қарап қандай ой қорытуға болады екен? Кім айтады? Айта ғой. Халықтар арасындағы соғысты бір-бірлерін қанауы. Иә, адамдардың бірін-бірі қанауы, соғыс, озбырлық деген нәрселерді көріп тұр екенбіз. Ал олай болса, балалар, біз осы уақытқа дейін қай бөлім, қандай тақырыптарды өтіп жатыр едік? Дұрыс айтады, ұлт азаттық көтерілістер. Сонда бүгін сабағымыздың тақырыбы не болуы мүмкін? Көтерілістер. Ұлт азаттық көтерілістер. Біз еске түсіру сұрақтарын бірінші еске түсіріп кетейік. 18-ші ғасырдың екінші жартысы, 19-ші ғасырдың басында қандай көтерілістер болды? Кім айтады? Айта ғой. Батырлар журналистері Шылым Исатай Тайманұлы Махамбет Өтемісұлы бастаған ұлт азаттық көтерілістер болды. Көтерілістер болды. Ал бұл көтерілістердің жалпы барлық себебі не еді? Содан кейін көтерілістердің басты себебі кім толықтырады? Толықтырғыш кім бар? Ресейдің отаршылдыққа қарсы саясаты. Ресейдің отаршылдық саясатына қарсы болды. Ал Ресейдің отаршылдық саясатының мақсаты қандай болды? Айжан? Ресей империясының отаршылдық саясатының басты мақсаты қазақтардың кең байтақ жерін басып алу болды. Дұрыс айтады өте. Содан кейін қазақ халқын қазақ халқын ойранда елін құлдыққа салу, жерін тартып алу. Өте жақсы, тамаша балалар. Исатай бастаған, Махамбет бастаған, Жоламан, Сырымдатұлы бастаған сабағымыз. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық қозғалыс деген тақырыпты өтеміз. Бәріміз кәне оқулықты аштық. Ал енді аштыққа бәріміз дәптерге тақырыпты жаза қойыңдар. Бүгінгі күнді жазамыз. Және Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтерілісті жаздық. Жақсы болсақ, қалып сақты орнына қоямыз да, кәне оқи қойшы. Бүгінгі сабақтан біз не біледі екенбіз? Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық қозғалыстың себеп-салдарымен Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық қозғалыстың басшылығын танысамыз. Сонда бұл не болады? Бүгінгі сабақтың бағалау критерийі болады. Яғни сабақтың бағалау критерийі Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің басталу себептерін білу, көтерілістің барысы мен нәтижесін түсіну. Бұл Кенесары көтерілісі бұл 2 сағатқа арналған. Бүгін біз соның бірінші сағатын өтеміз. Ал енді осы тақырыпқа сай зерттеу сұрағы қандай болмақшы? Көңіл аударамыз. Кенесары хан бастаған ұлт азаттық күрес неліктен
сұхбатқа ие болды деген біз бүгін сабақ барысында сұраққа жауап береді екенбіз. Жақсы, сонда біз себебі мен салдарын анықтайды екенбіз. Мен сендерге ана 82-ші беттегі тақырыпты аштық, және мынау сендерге қосымша материал, ресурстар таратып беремін. Сендерге үйде қайталап беруге ұсыныс жасалған болатын, біршама көз жүгіртіп беруге Кенесары Қасымов көтерілсін. Және мына қосымша ресурстарды пайдалана отырып, мәлімет алуға 5 минут уақыт берді. Ал қолдар кірістік. Уақыт кетті. Оқулықпен танысыңдар, және қосымша оқулықпен үйде танысып келген боларсыңдар, енді қосымша ресурспен танысамыз болар. Негізгі оқиғаларды әрқайсының алдында тұр, соны белгілеп отырсаңдар болар. Негізгі термин сөздерді және негізгі оқиғаларды асты сызып отырыңдар. Ал балар танысып болдық па? Уақыт өтті. 1, 2, 3. Тоқтатамыз. Енді балар. Міне өзіміз 3 топқа бөлініп отырмыз. Сол топқа тапсырма бердік, және оны ойлан бірлік бөліс әдісімен оқылық. Енді бәріміз ойымызды жинақтап, және оны қорғаймыз. Сондықтан бірінші топтың тапсырмасы көтерілістің мерзімі және көтерілістің қамтыған аймақтары деген тақырыпты бәрін бірігіп жұмыс жасап жүрміз. Сендерге көтерілістің қозғаушы күштері мақсаты негізгі ошақтары, ал сендерге өкіметтің жазалау шаралары қоғам мүдделеріне өтуіне не себеп болды және орталықтандырылған мемлекет саясаты деген тақырыпты аламыз. Барлығымыз бірігіп жұмыс істейміз. Жаңа оқығандарында пайдалана отырып. Негізгі біреуін жазатын мәселелерді тез жазып жүреміз. Оған ешкет уақыт негізгі мәселелерді жазуға ешкет уақыт беріледі. Қажетті құрамның бәрі алдарында тұр балалар.
қандай қысымдар көрсетті, оның әсері көтеріліс барысында қалай әсер еткен, орталықтандырылған мемлекетке білуге бар ғой? Жазғанда негізгі мәселелерді ғана жазамыз. Қарапайым артық сөзді түсіндіріңіздер. Тезірек, бәріміз жан-жақтан кірсеңіз болады, үлгермейміз. Аяқтаймыз. Аяқтадық па? Бір, екі, үш, алғандардың бәрі қойылсын орнына. Олай болса, бірінші топ. Өзіңізді қорғау үшін. Яғни, алты ережені сақтаймыз балалар, сөздік сақтаймыз. Бірінші топпыз, бізге берілген тапсырма басталу мерзімін анықтау, қамтыған аймағын анықтау және себептері мен салдарларын анықтау. Басталу мерзімі Кенесары Қасымұлы 1837 жылы Ресей империясының отаршылдық саясатына қарсы бағытталған ұлт азаттық қозғалысты бастап шықты. Көтерілістің негізгі аймағы орта жүзде болды және де қамтыған аймағы солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан, ұлы жүздің кейбір аймақтарында Ертіс пен Есіл өзендерінің бойында, Хиуа хандығы мен Қоқан хандығында да болды. Хиуа хандығы мен Қоқан хандығының жеріне дейін өтіп кеткен екен. Себептерін айтпас бұрын 1731 жылдан бастап Ресей мемлекеті қазақ елін отарлап келеді. Жүздеген жылдар бойы қазақ елін отарлап келген Ресейдің басқару жүйесінің реформасы бойынша 1822-1824 жылы Сібір қазақтардың жарғысы бойынша хандық билікті жою болатын. Алғы шарттар отарлаушылардың қазақ елінің қанауы, түрлі бекіністер салуы, қазақ жерін ығыстырып, олардың орнына орыс қазақтарын қоныстандыру. Яғни отарлық саясаты Ресей империясының. Кенесарының ағалары Саржа мен Есенетіні, сосын әкесі Қасымды қоқандықтардың аймақтықпен өлтіруі. Бұл не? Не айтып тұрсың? Көтеріліс. Көтерілістің несі? Басталуының тағы бір себебі. Басталуының тағы да бір себебі. Кенесары ағасы мен әкесінің кегін қайтару үшін қазақ қолдарын жинады. Қазақ қолдарын жинады. Сол мақсатына жетті ма? Иә, жетті. 1822-1824 жылғы Сібір қырғыздары жарғысы бойынша хандық билікті жою мақсатында олар осындай жарғы шығарады және де олар хандық билікті жояды. Жойған еді. Иә, сондай не болды? Наразы болады. Халық наразы болды. Көтерілістің тағы бір себебі. Тағы бір себебі көмені халық сол жарға наразы болды. Айтар бар ма? Болды. Келесі. Сөйлемді толықтырып не айтып үйреніңіз. Көтерілістің тағы бір себептері бұл тек
жерлерден көптеген құнарлы жерлерден айырылды. Және солтүстік Қазақстан және шығыс аймағындағы Ертіс ескі өзендері бойындағы құнарлы жерлерді Ертіс қай жерде көрсет? Ертіс есіл өзендері бойындағы. Өздерін қалай көрсетеміз балалар? Ертіс есіл өзендері бойындағы нені? құнарлы жерлерді орыс қазақтарына берді. Орыс қазақтарына беріп қою не істеді енді? Халықтың ашуын тудырды. Тағы айтар себебіңіз бар ма? Кенесары Қасымұлының көтеріліске шығатын тағы бір себебі халыққа салынған салықтың салымы көбейді. Иә, ол қандай салықтар еді? Олар Қандай салықтар еді? Сенен басқашына қандай салықтар еді? Айта қойсайшы. бұл жерде әр үйдің алынатын түтін салығына халық наразы болды. Иә, сонда бере ғой. Жақсы. Көтерілістің айтарыңдар ма? Көтеріліс сонда, балалар, көтеріліс қай жылдар болған екен сонда? 1817 Сонда міне бірінші топ көтерілістің басталу мерзімі, қамтыған аймағын және себептерін анықтады. Жақсы, отыра қойыңдар. Бұл топқа рахмет айтамыз, иә? Рахмет. Екінші топ, сіздерге берген тапсырма. Қайда тұрамыз? Көтерілістің қозғаушы күштері. Кенесары бастаған ұлт-азаттық көтерілістің қозғаушы күштеріне шаруалар, старшындар және билер қатысты. Және де бұл көтеріліске Көкшетау өңірінен Шеген Қанқожа Уәлиұлы Айғаным ханым қатысты. Ал Ақмола округінен Күшік, Жадай, Жайық, Ақшуақ болды. Көтерілістің қозғаушы күштері, яғни қазақ шаруалары екен, иә? Көтерілістің басты мақсаты. Кенесары Қасымұлының көтерілістің басты мақсаты қазақтардың патшалы Ресейдің құрамына әлі кіріп үлгермеген жерлерінің дербестігін сақтап қалу болды. Екінші тағы да бір мақсаты хандық билікті қоқандықтар тепкісіндегі қазақтарды азат ету болды. Тамаша. Я екінші себебі қоқандықтардың азат ету. Қазақ жерінде бекіністер мен жаңа округті билеу арқылы жан-жақты отарлауды алып салық жинауды жою. Және де Кенесары бұл мақсатына жетті. Арнайы қаржы мәселесі мен баж салықтарын салығымен тоқтатты. Өзі арнайы баж салықтың өзі реттелген. Кенесары Қасымұлының тағы да бір мақсаты Орыс империясының қазақ жеріне тереңірек таралуына жол бермеді. Және де өзінің атасы Абылайдың хандық билікті қалпына келтіру тағы да бір мақсат еді. Және де 1841 жылы тамыз айында Кенесары хандық билікті қайтадан құрды. Кенесары кімдер хан етіп сайлады? Қарапайым қазақ халқы. 300-дің өкілдері Кенесары бастаған ұлт-азаттық көтерілістің негізгі аймақтары орта жүзден басталып, бүкіл Қазақстанды қамтыған болатын. Және де патша өкіметінің қысымынан қазақ елі Қоқан және Хиуа хандығынан өтуге мәжбүр болған болатын. Кімнің қысымынан? Патша өкіметінің қысымынан Қоқан жеріне өту мәжбүр болды. Көтеріліс мақсаты сонымен анықтайықшы. Ресейдің құрамына қосылып үлгермеген жерлердің дербестігін сақтау, одан кейін алым салуды тоқтату, хандық билікті қалпына келтіру болды. Отырамыз. Жақсы.
Рахмет. Ал. Рахмет. Келесі үшінші топ. Сіздерге берілген тапсырма көтерілісті басуға жіберген отрядтар. Бізге берілген тапсырма көтеріліс Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілісті басуға жіберген отрядтар. Орынбор әкімшілігі Жуйковский бастаған әскери жасақта аттандырды. Оны Сібірден шыққан әскери бөлімдерін генерал Жемчужников басқарды. 1845 жылы Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің шегінуге мәжбүр болды. Себебі Орынбор губернаторы Обручев қазақтардың көшіп қону, Торғай, Ырғыз, Қарабұтақ, Арал бекіністерін салып, қазақтардың басын көтеруін қиындата түсті. Ол әр отрядты жіберіп отыруының себебі Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілісті басу, жазып таптап тастау болған басты мақсаттары болды. Бірақ бірден жаншып тастай алды ма? Жоқ. Оған мүмкіндік бермеді. Екі жақты қысымға тап болған Кенесары Сарыарқа маңын тастап шығып, көтерілістің орталығын ұлы жүзге ауыстыруға мәжбүр болды. Ұлы жүзге Сарыарқа аймағын басып тастап, Сарыарқа аймағын басып тастап, қайда көшті дейді? Ұлы жүздің территориясына көшуге мәжбүр болды. Кенесары Қасымұлы Қоқан еліне басып кіруі. Кенесары Қасымұлы ағалары Сыржа мен Есілжанның содан кейін әкесі Қасымның өлтірген Қоқан еліне кегін алу мақсаты болды. Басып кіруі ма? Жоқ, кегін алу мақсаты болды. Кегін алу мақсаты болды. Бірінші басып кіру, екінші себебі ше? Қоқан иеліктеріне басып кіру. Патша үкіметі көтерілісшілерге жазалаушы отрядтарын жібереді. Жазалаушы отрядтарынан қашқан көтерілісшілер Қоқан иеліктеріне кіруге мәжбүр болады. Мәжбүрлікпен. Біріншіден Қоқан иеліктеріне мәжбүрлікпен кіреді. Екіншіден ол өзінің кегін алу үшін туысқандарының кегін алу үшін. Жақсы. Кенесары Қасымұлының отарлық жүйесі. Кенесары Қасымұлы қазақстандық халықтың билікті қалпына келтіріп, Қазақстанды дербес мемлекет ету оның басты мақсаты болды. Осы мақсатқа жете алды ма Кенесары? Кенесары бұл мақсатына жетті. Қалай? 1841 жылы Кенесарыны 300 өкілдері қыркүйек айында қан етіп сайлады. Және де өзіндік басқару жүйесін қалпына келтіргісі келді Кенесары. Бірақ та бұл өзінің алға алған мақсаты орындалды. Яғни ол 1841 және 1847 жылдар аралығында халық оны қазақ елінің соңғы ханы етіп санады. Және де бұл осы ортақтандырған жүйені билікті қалпына келтірді, бұның пайдасы. Және екіншісі мұрагерлікпен таққа отыруды қалпына келтірді, үшіншісі барлық қазақ елдерін бір тұтас ете алды. Және осы көрші жатқан Қоқан хандығы мен Ресей империясымен не қылды? Дипломатиялық саясатқа ұстазды. Яғни келісімге келу жолын келді ма? Келе алмады. Түсінбеушілік берді. Жақсы, отыра қойды. Ал, қошеметтеп қояйық, бұл топқа. Жақсы. Олай болса, балалар, біз топтардың бірін-бірін бағалауын топтан қорғадық. Соны бағалау үшін біз мадақтау сендвичін пайдаланайық. Бұл мадақтау сендвичінде екі жақсы жағы топты және бір қателескен жері не болды? Бір сын пікір, екі мадақтау. Кәне, бірінші топты бағалайық, екінші топ үшті, үшінші топ бірді бағалайық. Дискрипторға қарап анықтаймыз. Бірінші топтың, екінші топтың тапсырмасы. Екінші топ көтерілістің қозғаушы күштерін нақты анықтап бере алды. Және де көтерілістің нақты мақсатын сипаттап берді. Және де олар
сипаттап кетті, бірақ нақты сипаттай алмады. Нақты сипаттай алмады. Сіздерге сөз. Екінші топ. Көтерілістің басқа жөніндегі жазалау операттары мен орталықтандырылған басқару жүйесін жақсы толықтай айтып өтті дей аламын. Дегенмен көтерілісшілердің қоқан егіптерін басып кіруін толықтап жалпылама сипаттау керек еді. Тарихи фактілермен сипаттай алмады дейді. Қоқан егіптерін тарихи фактімен түсіндіре алмады дейді. Жақсы. Бірінші топ көтерілістің мерзімін нақты айтып шықты. Көтерілістің қамтыған аймақтарын көтерілістің басталу мерзімін себептерін толық айта алмады. Басталу себептерін толық ашып көрсете алмады. Бірақ үш топта менің ойымша бірлесіп жақсы жұмыс істеді. Рахмет балалар, өте тамаша болды. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Енді қараңдаршы, суретке қарап Абылай хан Қасым Кенесары арасындағы қандай байланыстар бар екенін анықтайшы. Мақсат, сұрағыш. Шыңғыс ханның тұқымы суреттегі Абылай хан Қасым хан Кенесары туыстық қатынастары бар. Шыңғыс ханның тұқымы төреден шыққан Абылай ханның баласы мен немересі. Абылай ханның Қасым баласы, Кенесары немересі. Абылай хан Қасым төре, Кенесары үшеуі де ұлттық азаттық тәуелсіздік үшін күрескен. Жақсы, өте тамаша болды. Өте тамаша. Отыра қой. Енді сонда үшеуінің арасында біріншіден туыстық байланыс бар, екіншіден үшеуі де тәуелсіздікті азаттық үшін күрескен мемлекет қайраткерлері екен. Жақсы, олай болса, Маржанға қошемет көрсетіп қояйық. Жақсы, келесі тақырып. Енді балалар, мен сендерге мынау кескін картаны таратамын. Осы кескін карта бойынша кескін картаға Қасым бастаған көтерілістің аймағын кескін картаға түсір дейді. Міне, кескін карталар берілген. Осыған тез 2 минуттың ішінде белгілеп шығамыз жұмыстарды. Қазір топ басшылары тексереді. Жинап бере қойыңдар. Топ басшылары. Енді келесі тапсырмаға көштік. Енді жұптық жұмыс дейді. Олар, осы отырған күйімізде жұпқа бөлеміз. Бірінші жұп, екінші жұп, үшінші жұп. 1, 2, 3. 1, 2, үшінші жұптар. Ал жұптарға беретін тапсырманы қарасамыз. Бірінші жұптар әр топтарға Кенесары бастаған көтерілістің Исатбай көтерілісінің 2-ден кем емес ұқсастықтарын анықтап 3 сөйлем жазамыз. Екінші жұп Кенесары бастаған көтерілістің басқа көтерілістерден ерекшелігін анықтап 3 сөйлем жазамыз. Үшінші саясаткер көреген дипломат Кенесары Қасымұлының тұйыққа тіреген нәрсене. Ал бастап. Жұптар бірлесіп, екеуі ара бір параққа жазылсын алсаңдар. Жазыңдар болады. Қайдан да ақпарат. Жазыңдар, параққа жазыңдар. Ал, 1-2 уақыт аяқталды. Енді жұптық тапсырманы оқимыз. 3 сөйлем әдісі. Бірінші жұп оқимыз, бірінші сөйлемді оқимыз, біреуін оқимыз. Исатай мен Кенесары бастаған көтерілістің ұқсастығы. Қозғаушы күштердің шаруалары құрады. Қозғаушы күштерінің екеуінде де қазақ шаруалары құрады. Құрап, оларға шаруалар билер қатысты деп сөйлемді толықтырып қажет еді. Бірінші жұп келесі сөйлемді оқыш. Екі көтерілісте
патша үкіметінің реформасына қарсы болды. Екі көтерілісте жақсы. Я ұқсастығы. Сендерде қандай ұқсастық жаздыңдар? Басты ұқсастығы Ресей отаршылығының езгісіне тойтарыс беруі. Ресей езгісіне тойтарыс беріп еді. Екінші, жүктің оқыңдаршы. Кенесары бастаған көтерілістің ерекшелігі. Ерекшелік, бірінші ерекшелігін атаймыз. Көтеріліс 1837 жылдан бастап 1840 жылға дейін аяқталды. Көтеріліс 10 жылға созылды. Көтеріліс 10 жылға созылды. Бірінші ерекшелік. Екінші ерекшелігі көтеріліс кезінде 1841 жылы Кенесары Қасымұлы хан сайланды. Хан сайланды. Хандық билікті қалпына келтірді. Хан сайланып, хандық билікті қалпына келтірді десе түсінген болады, иә? Кенесары Қасымұлының бастаған көтерілісінің ерекшелігі. Кенесары Қасымұлы Ресейге қарсы күресте 300-дің басын қоспай жеңіске жете алмайтынын түсінді. Сондықтан ол алғаш рет 300-дің басын қосып, үлкен көтеріліс ашты. Яғни ол бүкіл қазақ елінің басын қосты. Жақсы, өте тамаша сөйлем шықты, иә, мына жерде? Ал енді үшінші жұп бастай қойыңдаршы. Үшінші жұп саясатқа көреген дипломат Кенесары Қасымұлы тұйықтан жүргізген ақтап 3 жас. Патша үкіметі көтерілісшілерге жазалаушы топ жіберді. Жазалаушы топтан қашқан көтерілісшілер шекарадан асып қырғыз жеріне жақындады. Екі жақта қалған Кенесары қырғыздармен шайқасуға мәжбүр болды. Иә, қырғыздармен шайқасуға мәжбүр болды. Екінші, үшінші жұптың екінші сөйлемін оқышы. Соғыс болатын Рүстем Сұлтан мен Сыпатай би соғысудан бас тартып әскерден бөлініп кетті. Сыпатай мен кімнің? Рүстемнің әскерден бөлініп кетуі Кенесары тұғырыққа тіреді деп жазу керек еді. Үшінші, сендерде? Қырғыз халқы бірдеңе қазақ сарбаздарын қаланғанын ата баптары қақпанға түсірді. Иә, қақпанға түсірген. Және мына жерде бір нәрсені қоса кету керек. Жолда, Самарқандқа кетіп бара жатқан жолда Кенесары әскерлерінің ауруға шалдығып қаза табуда бұл көтерілістің титықтауына әсер етті. Жақсы, балалар, енді бұл үш сөйлем әдісін жұптар бір-бірін бағалаймыз. Бірінші жұп екіні, екінші жұп үшті. Дескрипторға бұл бағалау мен саған сен маған деп аталады. Дескрипторға басшылық қаламыз балалар. Бірінші ұқсасындай анықтай алды ма, нақты үш сөйлем жаза алды ма, анықтап үш сөйлем жаза алды ма, соны. Және мағынасы дұрыс па? Динас, топтың өзара бағалауы. Сен қай топ берді саған? Екінші топты, екінші жұптың жұмысын бағалау керек. Соған екінші жұп Кенесары басқа көтерілістерден ерекшелігін анықтап өтуі керек болған. Бірақ та Кенесары бастаған көтерілістен бұлар басқа ерекшеліктерін атап өтті, бірақ сөйлемдері толық болмады деп. Сөйлем толық. Жақсы, рахмет. Енді олай болса, бізде енді анау бастапқы сұрағымызға қайтып келейік балалар. Біз басында сабақтың зерттеу сұрағын қойғанбыз, иә? Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық күрес неліктен жалпы ұлттық сипатқа ие болды деп. Кәне кім айтады? Жалпы ұлттық сипатқа ие болды ма? Сымбат айта ғой? Жалпы ұлттық сипатқа ие болды. Себебі ол бүкіл 300-де қамтыды. 300-де қамтыды және еркіндікті алып келді. Толықтар ғой, Динас? Кенесары бастаған көтерілісте барлық бүкіл Қазақстанды қамтыды. Бұл сол үшін өте үлкен жалпы ұлттық сипатқа ие болды. Оған қандай мысал келтіреді? Бұған мысал келтірер болса, Кенесары 300-ді қосып, ірі өте үлкен көтеріліс бастап шықты. Жақсы. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындыны мен мына суретін аяқтағым келіп отырмын. Міне сендердің алдарыңда Абылай хан, Кенесары, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жалпы ортақ мақсаттары қандай еді? Кім айтады? Сымбат айта ғой? Суретте жалпы мақсаты мен айтамын, елдің тыныштығы, елді дербес ел ретінде сақталу және тәуелсіздікті мәңгі болу. Ой азамат. Жақсы. Суреттегі үш тұлға да бұлар ел мүддесіне қызмет етіп, елдің тыныштығын сақтап, әрқашан қарапайым халыққа желеп жүрді. Қарапайым халықтың тыныштығы үшін өмір сүргенде. Тағы толықтыратындар бар ма? Пікір айтатындар. Мына видеоны көре тұрып сабағымызды аяқтаймыз.
Кенесары құрған хандық биліктің ерекшелігі неде болды? 1841 жылы тамыз айында Кенесары хандық билікті қалпына келтірді. Кенесары хандығы қазақ қоғамының билер сотын жойып, оның орнына хандық сот енгізді. Арнайы қаржы мәселесімен айналысып, баж салығы мен алым салықты ретке келтіріп отырды. Кенесарының қатысуымен құрылған басқарушы хандық кеңес қабылдаған шешімдердің орындалуын қадағалап отырды. Батырлар мен төлеңгіттер басқаруындағы әскери күш жасақталды. Әскерде қатаң тәртіп орнатылып, опасыздық үшін өлім жазасы берілді. Бұл ұлт-азаттық күрес Сырым, Саржан, Жоламан, Исатай мен Махамбеттердің күрес дәстүрін одан әрі жалғастырды. Яғни, сонда бұл көтеріліс бұрынғы көтерілістердің жалғасы болып табылған екен. Баспалдақ әдісі. Балалар, міне, қолдарында бәріне баспалдақ тұрма? Ал енді біз алғашында белгіледік қай деңгейде екенімізді. Ал енді осы Кенесары Қасымұлы туралы алған білімдеріңізді, өздеріңді қай деңгейде екендеріңізді бағалаңдар. Ол бағаладық па? Қайда? Тұра қойшы әсет. Өзіңді қай деңгейге қойдың? Неге? Кенесары Қасымұлы туралы көп мәлімет Әлі тарихи хронологияны білуің керек. Кері байланысқа келетін болсақ, бүгін балалар сабақ сендерге ұнады ма? ұнады. Саған не сенім ме сабақ? Бүгінгі сабақ бізде ұлт-азаттық көтерілістердің барлық елдерін қамтып, барлық көтерілісшілерді салыстырдық, сонысымен ұнады. Көтерілісшілердің ерекшеліктерімен салыстырдық дейді. Саған біздің қазіргі мына тәуелсіздігіміз үшін, ұлттың азаттығы үшін күрескен батыр бабаларымыздың бар екенін білдік. Ой, тамаша. Саған бүгін не қиын болды? Маған бұл жерде Сабақта не қиын болды? бүгінгі сабақта себептерін дұрыс түсіндіру. Иә, себептерін анықтау қиынға соқты дейді. Ал саған не оңай болды бүгінгі сабақта? Маған үлкен жұмыс жасаған өте Бүгін саған топпен жұмыс жасаған ұнады. Балалар, олай болса рахмет. Бүгінгі сабақтарға өте жоғары деңгейде жауап берген деген, мен жақсы, керемет, тамаша деген комментарийді Динязға жазам, Сымбатқа жазам, Қымбатқа, Мағжанға және Айтолқынға. Ал енді жақсы, бұдан әрі біліміңді шыңдай түс деген Жоламанға жазам, Жанеркеге жазам, және Айжанға жазам, және Ересімге жазам. Ал енді үйге тапсырма. Үйге тапсырма, балалар. Үйге 27-28 параграфты оқып, және эссе жазамыз. Кенесары көтерілісі жалпылық сипатқа ие болды ма деген тақырыпта ПТМС формуласы бойынша эссе жазып келеміз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Үйге тапсырма түсінікті ғой? Иә.